Армысыздар 9-шы сабаққа қош келдіңіздер. Тақырып modal verbs деп аталады. Көмекші етістіктер деп аударсақ болады. Бұл қарапайым етістіктерге қарағанда өмірде көп қолданылады және нақты мынандай жағдайларда кейбір адамдардың қабілеттілігін білдіру үшін, біреуге рұқсат беріп бермеуін, немесе бір өтініш сұрап ұсыныс айту үшін, мүмкіншілік, яғни ол мүмкін бе, мүмкін емес пе болжау үшін, кеңес беру, кеңес алу үшін, немесе бір жағдайдың қажеттілігін, маңыздылығын атап өту үшін. Басқа етістіктерге қараған кезде бұл modal verbs, мысалы нағыз сізге өмірде керек жиі қолданатынын жазып қойдық. Can, could, may, might, should, must, have to. Бұлар өзінен кейін міндетті түрде етістік болуын талап етеді. Яғни бұл егер кездессе, немесе сіз бұны қолдансаңыз, бұдан кейін міндетті түрде етістікті айтып өту керексіз. Және де қазір мысалдармен көрсетемін. Және де басқа етістіктермен салыстырған кезде бұларға ешқашан соңына s, үшінші жақта немесе ing дегендер жалғанбайды. Мысалы біз білетін едік, ол жеді десек тамақты, немесе ол жейді десек, he eats, s деген жалау қолданылады. Үшінші жақта heге, sheге және itке. Ал егер біз can, he can десек, онда cans деп қолданбайды. I can, he can, we can, бәріне can деп қолданыла береді. Немесе he is eating дейтін едік, немесе she is eating, ол тамақ жеп отыр дәл қазір. Сол жалғасуын көрсетсек, ing деген ing жалғанатын еді, бірақ бұл жерде онда ешқандай жалғау жалғанбайды. Ерекшелігі, басқа етістіктерге қараған кезде. Және сұрақ қойылса, бұлар үнемі ең бірінші осылардан басталады. Мысалы, I can болса, менің қолымнан келеді болса, сұрақ кезінде can I дейміз. Can I, яғни орын ауысып кетті сұрақта. Ешқандай алдында do, does деген нәрсе болмайды. Мысалы, he eats десе, біз сұраққа айналдырған кезде does he eat дейтін едік. Алғашқы сабақтар есіңізде болса, мына жерде does деген нәрсе жалғанатын еді. Ал мысалы he eats десе does he eat. Ал I can десе, сұраққа айналдырсақ, біз орын ауыстырамыз, can I дейміз. Және де кері тұжырым айтатын болсақ, біз тек бұлардан кейін not жалғанамыз. Ал can, cannot, could, could not, may, may not, might not, should not, must not деп қолданамыз. Осы ерекшеліктері. Ал енді бұлай несіне келетін болсақ, мағына жағынан және сөйлем құрастыру жағына келетін болсақ, біз өмірімізде көп жағдайда, мысалы өзімізді шет тіл үйрену барысында шетелдіктермен салыстырайық. Мысалы қазақша тұжырымды бірнеше вариантта айтуға болады, және біз оның қазақша мағынасын білеміз. Айталық, мен мынандай бір сөйлем айтуым мүмкін. Маған ана кітапты алып берші десем, адамға мен бір өтініш сұрақ. Кітапты алып берші, мысалы. Біреуден сұрап отырмын, қасымдағы көршімнен, мысалы. Қасымда отырған, мен былай айтам, маған ана кітапты алып бересің бе десем, could you give me that book? Маған ана кітапты алып бересің бе? Міне, өтініш сұрау үшін біз could'ты қолданамыз деп тұр. Бірақ мен дәл осы тұжырымды бұлай айналарсам, may you give me, бірақ бұл жерде that book емес, your book, сенің кітабың десек. Бұның айырмашылығы неде? Яғни сөзбен айырмашылығын қалай түсінеміз? Мынаны қазақша бұлай түсінсек, маған ана кітапты алып беріп жібересің бе десек, анау маған өзің кітабыңды бере тұрасың ба? Яғни айырмашылық неде? May could'қа қараған кезде рұқсат сұрау үшін қолданылады. Міне, could'тан кейін may тұр ғой, рұқсат сұрау. Яғни өте сыпайылықты білдіреді. Мысалы, сіз біреуден өзіңізге бір заттың бергенін қалап тұрсыз, және одан рұқсат сұрайсыз. Рұқсат сұрағанда сама кішіпейілдікпен сұрайсыз. Өте сыпайы түрде сұрайсыз. May you give me your book дейсіз. Could you give me that book деген сөз, ол кісінің кітабы емес, сіз тек өтініш білдіріп жатсыз, ана кітапты алып беріп жібересің бе дегендей. Алып бермесе, өзіңде барып аласың оны. Бірақ ол өзінің кітабын бермесе, ал саған нақты ол кітап керек болса, сен оны ала алмайсың. Сондықтан may бізде нақты рұқсат сұрау үшін. Есіңізге салсақ, may деген мектепте біз ағылшын тілі сабағына кешігіп қалған кезде мұғалім үнемі осылай үйрететін еді. May I come in?
May I come in? Come in деген ішке кіруге бола ма деген сөз. May I маған ішке кіруге рұқсат па деген сөз. Неге біз мұғалімнің рұқсатын күтеміз? Рұқсат беріңізші, мен ішке кірейін деген. Яғни may бізде жаңа рұқсат сұрау үшін қолданылады көп жағдайда. Енді байқасаңыз, біз бұл нелермен modal verbstардың қасында мынандай етістер қолданып тұрамыз. Give, немесе come дегендей. Үнемі етісті талап етеді деп айттық қой. Осындай жағдайлар, енді мына canнен бастап келейік. Мен сізге бірден айырмашылығын түсініп алу үшін, біз не туралы айтатынымызды түсініп алу үшін осындай бір нелер бердім. Салыстырулар, мысалдар бердім. Ары қарай жалғастырайық енді. Canға келетін болсақ, can адам өзінің қабілеттілігін айтқысы келсе, can арқылы айтады. Қазіргі жағдайда, кейінгі жағдайда. Немесе біреуге рұқсат беру үшін, немесе рұқсат бермеу үшін. Назар аударыңыз, рұқсат сұрау үшін емес, рұқсат беру немесе рұқсат бермеу үшін біреуге. Рұқсат сұрау үшін біз may-ді атап өттік, Canға келетін болсақ, мысалы, сіз айта аласыз ғой ертең, немесе қазіргі уақытта I can speak English. Ол сіздің қабілеттілігіңізді көрсетеді. Сіздің ағылшынша сөйлей алатын қабілеттілігіңізді көрсетеді. Немесе сіздің басқа да бір қабілеттілігіңіз болуы мүмкін. Сіз қандай да бір компьютерлік программада жұмыс істей алуыңыз мүмкін, немесе сіз басқа адамдарға қолынан келмейтін нәрсені жасауыңыз мүмкін. Өзіңіздің ісіңіздің шебері болсаңыз, сол кезде сіз айтасыз I can деп қолданасыз. Мысалы жазайық, I can speak English. I can speak English. I can speak Kazakh. I can speak Russian. Мен қазақша білемін, мен орысша сөйлей аламын. Адам қабілеттілігін көрсетіп тұр. Егер дәл осыны сұраққа айналдыратын болсақ, біз орын ауыстыр деп тұр ғой сұрақта. Яғни can мен I-ның орнын ауыстырыңыз. Сөзіне болады, can I speak English болады. Мен ағылшынша сөйлей аламын ба? Немесе you can't speak English. Cannot немесе can't. I cannot speak English десек болады. Бірақ оны біз ағылшынша айтып тұрған боламыз. Speak English. Яғни сөйлем құрауы өте қарапайым. Дұрыс тұжырымда сіз I can speak English дейсіз. Сұрақ қойғыңыз келсе орын ауыстырасыз. Can I speak English дейсіз. Ал кері тұжырым айтқыңыз келсе, сіз дәл осы ортаға can-нан кейін not қоясыз. Немесе could-дан кейін not қоясыз, may-дан кейін not қоясыз. I cannot speak English. I can speak English деп қысқартуға болады. Рұқсат беріп бермеуге келетін болсақ, мысалы, сіз ініңізге, қарындасыңызға айтуыңыз мүмкін. Менің компьютерімде жұмыс істесең болады, немесе менің компьютерімді қолдансаң болады деп айтсаң болады. Сол кезде айтамыз, you can use my computer. Енді мына жерге жазайық. Can-ға жазайық. You түсті ауыстырайын сізге ажырату оңай болу үшін. You can use my computer. Не деп жатырық? Сен менің компьютерімді қолдана аласың. Яғни мен рұқсат беріп жатырмын. Немесе рұқсат бермеуге келетін болсақ, рұқсат беріп, рұқсат бермеуді де қолданамыз дедік қой. Біз айтамыз біреуге, мысалы, you can't немесе cannot smoke here. Бұл жерде темекі шегуіңізге болмайды. Мысалы, сіз үйге кіріп келесіз, кіре берісінің алдында бір кісі темекі шегіп тұрса, айтасыз, you cannot smoke here дейсіз. Яғни can-ның жаңағы қабілеттілікке байланыстын мына жерде көрсеттік, рұқсат беріп бермеуге байланыстын көрсеттік. Енді could-ға келетін болсақ, could ең бірінші оны мынандай мағынасы бар. Can-ның өткен шақтағы түрі. Яғни can өткен шақта can түрінде қолданылмайды. Can өткен шақта could түрінде қолданылады. Мысалы, мен бала кезімде қытайша сөйлей алатын едім деген білсем, ол өткен шақ қой. Онда мен бұл қабілетті көрсету үшін can-ді қолданылмаймын. Мен could-ді қолданамын өткен шақта. Соны ағылшынша айтып көрейік. Мен бала кезімде ағылшынша сөйлей алатын, қытайша сөйлей алатын едім. Мен could жаңағыдай өткен шақтағы қабілеттілігімді көрсетеді, алатын едім дегенде. I could не істей алатын едім, сөйлей алатын. Міне бірден өзінен кейін етістікті талап етеді. I could speak қай тілде, қытайша мысалы, түрікше, бәрі корейше, өзіңіз білесіз, немісше. I could speak Chinese. Қашан? When I was a little boy. Кішкентай кезінде.
a little girl дейсіз егер қыз болсаңыз, when I was a little girl. Осыны көрсетеді. Ең бірінші could'тың қолданысы, could, can'нің өткен шақтағы айтқыңыз келсе қабілеттілігіңізді, онда сіз could'пен айтасыз оны. Енді басқа бір қолданысы, өтініш сұрақ сұрау. Оны мәселе көрсеттім. Could you give me that book? Сіз біреуге өтініш айтып тұрса, ана кітапты алып беріп жібересің бе дегендей. Could you give me that book? Яғни сұрақ, бұл жерде ешқандай өткен шақты көрсетіп тұрған жоқ. Бұл жерде сұрақ болса, егер could сұрақ болса, ол бізге өткен шақты көрсетпейді. Ол can'нің өткен шақты ойламаңыз. Ол бізге өтініш білдіріп тұрғаныңызды білдіреді. Мысалы, біреуден бір нәрсе сұрасаңыз, сіз could арқылы сұрауыңызға болады. Егер тағы да бір қолданысына келетін болсақ, could қай уақытта қолданады? Could ұсыныс айтатын кезде. Қалай түсінуге болады? Мысалы, келесі аптада кездессек болады деп біреуге ұсыныс айтуыңыз мүмкін. Немесе біреу сізге ұсыныс айтуы мүмкін. Келесі аптада кездессек болады. We could meet next week. Next week ол келесі апта, ал келесі апта бізге өткен шақты көрсетіп тұрған жоқ. Ол болашақты көрсетіп тұр, иә? Сондықтан could ол can'нің несі емес, өткен шақтағысы емес. Ол бір қолданысы өткен шақта қолданылады, тағы бір қолданысы ол өтініш сұрақта, және тағы бір үшінші қолданысы ол ұсыныс айтсақ. Яғни келесі аптада кездессек болады деп ұсынасыз. Немесе былай айтуыңыз бар. Сіз жұбайыңызбен бірге кафеге келдіңіз, даяршы сізден не ішетініңізді сұрады, сосын жұбайыңыз сізге қарайды да, қандай шай ішеміз, көк шай ма, қара шай ма дейді. Сол кезде сіз өзіңіздің ұсыныс айтасыз. We could drink green tea десеңіз болады. Біз көк шай ішсек болады. We could drink a green tea. Яғни көк шай ішсек болады деп ұсынысыңызды айтып жатсыз. Немесе you could buy this smartphone. Мысалы, сіз электрондық дүкенде болсаңыз, бірінші смартфон қарап жатсаңыз, сізге сатушы мынаны алсаңыз болады деп ұсыныс жасау мүмкін ғой. Сол кезде ол айтады, you could buy this smartphone. Осы смартфонды немесе телефонды сатып алсаңыз болады деген ұсыныс жасаса, осылай болады. Could'тың қолданысы осындай үш жағдайда болады. May'ға келетін болсақ, May жаңағы could'қа қараған кезде ол рұқсат сұрау. Мына could өтініш сұрақ сұрау дедік, ал May рұқсат сұрау, өте сыпайы түрде рұқсат сұрау. Бір варианты, мысалы, May you give me your book. Ол кісі өзінің кітабы болғандықтан, сіз одан рұқсат сұрайсыз, кітабыңызды бере аласыз ба деп, өте сыпайы түрде оған жеткізесіз. Немесе қысымға келетін кезде May I come in деп сұрайсыз, немесе бала шағаңыз сізден ата-ана ретінде болсаңыз, сізден сұрағыңыз келсе, May'ді қолданып сұранады. Немесе сіз біреудің баласы болсаңыз, ата-анаңызға барғыңыз, ертең киноға барғыңыз келсе, May we go to the cinema tomorrow деп сұрайсыз. May, бұнда басқа түспен жазайық. May we go to the cinema tomorrow. Біз ертең киноға барсақ болады ма? Рұқсат сұрап тұрсыз. Яғни өте сыпайы түрде сұрап тұрсыз рұқсатты. Егер біз May'ді кері тұжырым айтуға қолданатын болсақ, мысалы, may not'ты айтқымыз келсе, егер біз may not'ты айтқымыз келсе, онда ол бір не болады? Мынандай жұмсақ түрде емес, you may not stop him, немесе he may not answer the letter десіз, ол мүмкіншілікті білдіреді. Мүмкіншілік, яғни ол бұл хатқа жауап бермеуі мүмкін. Айталық, сіз бір бастыққа хат жібердіңіз, кейін ол бастық бұл хатқа жауап бермеуі мүмкін. He may not answer our letter. Или answer the letter. Хатқа жауап бермеуі мүмкін. Ол may not деген мүмкіншілікті көрсетіп тұр.
Әне ол мүмкін хатқа жауап бермес дегенді көрсетіп тұр. Немесе you may not stop him, сен оны тоқтата алмайсың десең, you may not stop him. Яғни may-ді кері жағдайда қолданатын болсақ, not пен қолданатын болсақ, онда ол мүмкін емес екенін көрсетеді. Жаңағыдай сұрақта ол өте сыпайы түрде рұқсат болса, онда not қолдансақ, ол мүмкін емес екен. Және ол да may өткен шақта қолданылмайды, may түрінде ол қазір және кейін қолданылады. Can түрінде қазір және кейін қолданылады. Өткен шақта ол could деп қолданылады. Might'қа келсек, might пен may негізінде бірдей нәрсе. Негізінде армашылығы өте андай шекарасы байқалмайтындай. Might ол да бір мүмкіншілікті көрсетеді. Мысалы, she might немесе сұрақ she might call you. Ол саған хабарласу мүмкін. Мысалы, might'қа тағы бір мысал жаза кетейік. Айталық, she might мүмкіншілікті көрсетіп тұр. Call you. She might call you. Ол саған хабарласу мүмкін. Немесе we might have pizza. Немесе we might eat. Біз пицца жесек болады. Пицца жеуіміз мүмкін болады. Жесек та болады, жемесек та болады дегендей. Ол сансандау мүмкін, заңдау да мүмкін, заңдамау да мүмкін. May мен might сол мүмкіншілікте қолданады. Мүмкін екен айту үшін. Енді сұраққа келетін болсақ, бұл мынау да мүмкіндігін білдіреді. May да мүмкіндігін білдіреді. Мысалы, could да кейбір кезде, can да кейбір кезде сұрақта мүмкіндігін білдіреді. Бірақ қалай ажыратамыз? Мынандай айырмашылық берейін мен сізге. Мысалы, сіз біреумен беделі бір жоғары болуы мүмкін, немесе сіздің өте сыйлайтын адамыңыз болуы мүмкін. Соған былай айтуыңыз мүмкін. Сізді атыңызбен атасам бола ма? Деп сұрайсыз да. Сізді атыңызбен атасам бола ма? Бірақ ол адам сондай сыйлы адам емес, бірақ сіз бірінші рет танысып жатқан, сіз оны білмейсіз, бірақ сіз өзіңіз сыпайы адам болғандықтан, сізді солай сұрауыңыз мүмкін. Сізді атыңызды осылай атасам бола ма деп. Мысалы, Ерлан деген кісі болса, сізді Ерлан деп атасам бола ма деп. Ерлан Бижанұлы емес, сізді Ерлан деп атасам бола ма десеңіз болады. Немесе егер ол сенің досың болса, досыңды сен қалай Ереке, Ерохо деп атауың мүмкін. Егер Ерлан болса, сені Ерохо деп айтсам болады шығар. Сені Ерохо деп айтсам бола ма дейсің. Үш түрлі ғой. Сол үшеуі біреуінде might, біреуінде may, біреуінде can қолданады. Қараңыз. Might ол өте формалды, өте ең сыпайы түрде сіз өте сондай сыйлайтын адамыңызға might олыңыз. Might I call you by your first name. First name атыңыз, First name. Мен сізді атыңызбен атасам бола ма деп сұрайсыз. Ал may-ға келетін болсақ, may I call you Ерлан. Сізді Ерлан деп атасам бола ма? Ерлан Бижанұлы емес, Ерлан деп атасам бола ма? Немесе can ол өте өзіңіз жақын болу керек. Арада ешқандай дандай не жоқ, ыңғайсыздық танытатын, тікелей айта алатын досыңыз, үйде мүшеңіз болуы мүмкін. Can I call you Ерохо дейік. Ерохо деп сені Ерохо деп айтсам бола ма деген сияқты. Яғни осындай үш айырмашылық бар. Might пен may-дің негізіндегі айырмашылығын көрсеткім келген. Өте андай арада қатты маңызды емес. Негізінде сіз оны алғашқы сөйлеп жүрген болсаңыз, араластырып қолдансаңыз да болады. Бірақ кейбір адамдар, мысалы, шетелде жүрген кезде қызық дұрыс емес түсініп қалмас үшін, сізді немесе сіз туралы басқаша ойда болып қалмас үшін білген дұрыс осындайларды. Енді should-ті сіз шатыстырмайсыз. Should ес қиындау. Should деген жазылып тұр. Кеңес беру, кеңес алу, ой пікірін айту, немесе өкіну жағдайында қолданылады. Мысалы, кеңес беру, кеңес алуға келетін болсақ, біреу, мысалы, балаңыз, анасы баласын қарны ашып тұрғанын көріп тұр. Баласын айтады, балам, сен тамақ жеген дұрыс болады. Кеңес беріп жатыр, ақыл айтып жатыр. You should-ті қолданамыз. Should
have something to eat. Бір нәрсе жеуің керек дейді. Бір нәрсе жегенің дұрыс дейді. Немесе ол ата-анасынан сұранған дұрыс. She should ask сұрау. Кімді? Her parents, өзінің ата-анасын. Ата-анасынан сұраған дұрыс, бұл маңызды сұрақты деген сияқты. Осындай жағдай қолданады. Немесе сұраққа келетін болсақ, мен біреуден ақыл сұрайсыз, менің оған звондағаным дұрыс болады ма деп, мен оған хабарласқан қалай сұрайсыз? Сен қалай ойлайсың? Do you think? Сен ойлайсың ба? I should call her. I should call him. Оған, ол бала мысалы. Қалай ойлайсың, менің оған звондаған дұрыс болады ма? Яғни кеңес сұрап жатырмын. Should кеңестің кезінде қолданылады. Кеңес беру, кеңес алуда. Өкінуге келетін болсақ, should, мысалы, сіз біреуді ренжітіп алдыңыз, ашу кезінде бір сөз айтып қойдыңыз, кейін сосын өкінесіз. Кейін ол айтылған сөз туралы өкінесіз, айтылған сөз атылған ол қайтаруға болмайды. Сосын сіз айтасыз, сол сөзді айтпай-ақ қоюым керек еді, оған дейсіз. Онда I shouldn't деген should not қой қысқаша. Shouldn't tell him. Ол айтпауым керек еді. Немесе сенің сол жерге бармауың керек еді дегенсе, сен деген you, немесе ол болса he болады. You should not go to that place. Сен сол жерге бармауың керек еді деп, ол өкінуді білдіріп жатырмыз. Бұл should'тың ерекшелігі. Must'қа келетін болсақ, must'та ол қажеттілікті, маңыздылықты білдіреді, бір ескерту. Must пен should'тың қазір сізге айырмашылығында түсіндіре кетемін. Must дегеніміз, мысалы, біреуге айтасыз, сен осы кітапты оқуың керек дейсіз. You must read this book. Бірақ сіз оны кеңес беру арқылы айттым ба деп түсінуіңіз мүмкін ғой. Мысалы, неге бізге you should read this book деп қолданбасқа, мына жерге must'тың орнына? Біз кеңес берсек, сен осы кітапты оқығаның дұрыс десек, you should қолданамыз ғой. Ал қай уақытта must'ты қолданамыз? Should емес must. Мысалы, сіз айтасыз, мынау өте маңызды кітап, мен өмірімдегі оқыған ең керемет кітап, сен бұны міндетті түрде оқу керексің десек, you must read this book дейміз. Яғни must маңыздылықты аса көрсетеді, басып көрсетеді, өте сол керек екенін. Немесе сіз бір жерге кіресіз, аяқ киімді шешу керек, ол жерде міндетті түрде сізге ескерту жасайды. You must take off your shoes дейді. Сен аяқ киімді шешіп жүру керексің бұл жерде дейді. Немесе бір жерде телефон қолдануға болмайтын болса, you must not use your mobile phone дейді. Қатаң ескерту салады. Мысалы, сіз экзаменде отырсыз, сіз бірден басына еске салады, you must not use your telephone, mobile phone немесе. Сіз телефонды қолдануыңызға болмайды. Must not өте қатаң. Should not болса, ол сізде үйге мамаңыз айтуы мүмкін, кетіп бара жатқан, емтиханға кетіп бара жатқан кезде, балам, сол телефонды қолданбасаң, қолданбағаның дұрыс болады деп. Ал экзаменге келген кезде экзамен алатын адам сіз айтады, you must not use, бұл деген не болады, заңдылық болады, сол жердің ережесі болады. You must not use your telephone here. Must деген бізге ерекшелікті көрсетеді, өте маңыздылықты көрсетеді, сонда ескерту болып саналады. Енді неге келетін болсақ, have to, ол соңғы, бұл жерде бір сызық тұр, қараңыз. Have to, бұлардан ерекшеленеді. Біз бағана айттық, have to, мына modal verbs, мыналар соңына s жалғанбайды дедік, басқа етістіктер сияқты емес дедік. Ал have to, бұл жартылай modal verbs, жартылай етістік. Бұл деген үшінші жақта has to болады. Мысалы, he, she, it болса, ол has to болады. Біз сұрақта былай орын ауыстыра саламыз дедік қой, мысалы, can I қылып жібереміз дедік қой, I can болсақ. Бірақ бұл жерде кәдімгі сұрақ does деп қолданылады. Мысалы, does
he have to go to school. Ол мектепке бару керек. Have to негізінде must пен бірдей мынарда стрелка тұр. Негізі ол да маңыздылықты неге көрсетеді. Бірақ екеуінің айырмашылығы неде? Қай уақытта have to, қай уақытта must. Must айтушы адамға байланысты. Яғни айтатын адам, мысалы сіздің ата-анаңыз қатаң тыйым салса, немесе жаңағы экзаменатор қатаң тыйым салса, адам болса ол жерде айтушы, ол must деп айтады. Иә, сол жердің ережесі. Ал have to ол жағдайға байланысты. Мысалы бір досыңыз сіздің сондай жағдайда екеніңіз көріп тұр. Сіз айтады, you have to go to the doctor дейді. Сен докторға бару керексің дейді. Ол сіздің ауырған жағдайыңызды көріп тұр, соған байланысты айтып тұр. You have to go to the doctor. Сен докторға барғаның дұрыс дейді. Ал егер оны үйіңіздегі анаңыз айтса, әкеңіз айтса, олар have to-ның орнына must-ты қолданылады. Айтушы адам, олар уже сізге ескертумен айтады, маңыздылығын білдіреді. You must go to the doctor дейді. Сен міндетті түрде докторға бару керексің, бүгін бар дегендей. Осы modal verbs деген айырмашылықтары және өзінен кейін мындай қарапайым етістіктерді талап етеді. Егер кері тұжырым айтқан кезде бұлардан кейін not қоя саласыз, бірақ have to-ға келген кезде сіз do, does ережесін қолданасыз. Алғашқы сабақтардағыдай have not to, егер нарға жазбайық, you have not to go to the doctor. Сен уже жазылсаң, you have not to go to the doctor деп айтасыз. Қалғандарда тек not-ты қолданасыз, немесе қысқаша and, mustn't, shouldn't дегендей. Сұрақ кезінде орын ауыстыра саласыз, бірақ have to кәдімгі етістіктің сұрағы сияқты. Does he, do I have to go to the school деп айтасыз. Енді мен сіздерге тапсырмалар дайындап қойдым. Мынандай бірнеше тапсырмалар бар. Қарап шығыңыздар. Бірінші тапсырма ол қазақша берілген. Сіз олардың барлығын жаңағы modal verbs'ның қайсысын қолдану арқылы ағылшыншаға аударасыз. Анаға жол деген киноға барсақ болады. Бұл ұсыныс. Мысалы біреу кино сұраса, қандай киноға барғаныңыз дұрыс? Анаға апарар жол. Немесе анаға жол деген киноға барсақ болады дейді. Сізді атыңызбен атасам болады ма? Бұндай мысал бізде болды. Ол пицца жейтін шығар. Мүмкін жемейтін шығар, мүмкін жейтін шығар. Армандікіне міндетті түрде баруымыз керек. Міндетті түрде баруымыз керек. Олар пәтер сатып алмаған шығар әлі. Бұл болашаққа сілтеп тұр. Көлік жүргізу құжатыңызды көрсем болады ма? Бұл, сіз мысалы жолда жол жүргізу полициясы тоқтатса, ол сізден рұқсат сұрайды, соны көрсем бола ма дегендей. Wi-Fi қоспауым керек еді, бұл жерде өкіну болуы мүмкін. Жоқ, мен әлі арабша сөйлей алмаймын, бұл қабілетке байланысты. Сол несиені алмауым керек еді, кітапханада телефон қолдануға тыйым салынады, үйлерін салып бітірген шығар, біздің үйде қонсаң болады ғой, саған дәрігерге қаралуың керек емес пе, досым, қолдарыңды жуыңдар да тез тамақ ішіңдер. Кеше бітіруге шамам болған жоқ. Осыларды бағанағы аталған modal verbs'терді қолдану арқылы ағылшын тіліне аударыңыздар. Жақсы, сәттілік, сау болыңыз.